Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында кеш пирогын жасаймыз. Міндетті түрде достар бір жасап көргеннен шығады. Осындай сочный, өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін ұнға жарты шай қасық тұзды қосып, жақсылатып араластырып аламыз. Одан кейін холодильниктен, яғни тоңазытқыштан алынған майлылығы 72% сары майымыз қосып, осындай ұнтақ тестімізді жасаймыз. Мұздай 2 немесе 3 ас қасық суымызды құйып, енді жақсылатып барлығын бір келкі етіп араластырып, жұмсақ қамырымызды едетін боламыз. Дайын болған қамырды пакетке салып 30 минутқа тоңазытқышқа алып қоямыз. Енді арасына құятын салмасын жасаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға шым-шым тұзды қосып, осылай жақсылатып араластырамыз. Одан кейін 10%-дан жоғары кез келген сливкемізді құйып, тағы да араластырамыз. Диаметрі 23 см болатын осындай формаға енді дайын болған қамырымызды бортиктерін сәл бектеу етіп жаямыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болады. Одан кейін алдын ала пісіріліп қойылған фаршты, яғни етті саламыз. Бір қызанақты осылай ұсақтап турап салмасын құйып, қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Пирогымыздың үстіне өзіңізге ұнайтын кез келген ірімшікті үкіштен өткізіп, осылай саламыз. Менде моцарелла, сіздерге де моцарелланы салуға кеңес беремін. Біздің қамырымыз өте жұмсақ және де қалың емес, орташа қалыңдықта ерекше дәмді болады. Сол себепті қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. 40 минуттың ішінде пирогымыздың беті осылай сарғайып, әдемі болып піседі. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.